Геологиялық барлау колледжінің оқытушысы Нүсіпжанова Орал Айткенівна. Ұлы жеңістің 75 жылдығына арналған «Мен батырдың ұрпағымын» атты байқаудың негізгі мақсаты аталар рухын дәріптеу, олардың ерлігін үлгі ету. Көз жүгіртсең тарих сырға үңіле, 75 жыл ұлы жеңіс күніне, нағыз ерлік иелерін құрметтеу, үлкен парыз ұрпақ үшін бүгінде. Тағзым етпеу батырлыққа шынайып, сұрапыл кез қасіретін ұғайып, жауынгері, ардагері соғыстың құрметтеудің барлығына лайық. Атамыз Әбдікәрімов Әлміш 1924 жылы Семей облысы Үржар ауданы Қаратал ауылында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысы басталғанда 17 жаста еді. Ел басына төнген қиын кезеңде 1942 жылы 12 қазанда әскер қатарына шақырылады. Қатардағы жауынгер ретінде 106 атқыштар полкіне қабылданып, оңтүстік майданда Днепр, Байкал маңындағы ұрыстарда фашистік Германияға қарсы ерлікпен шайқасады. 1945 жылы оң қолы мен басынан ауыр жарақат алып, госпитальға түседі. Елге жеңістен соң 10 күннен кейін оралады. Оның денесіндегі оқ жарықшағы кейінгі бейбіт заманда да сұрапыл соғысты есіне түсіріп отыратын. Атамыз туралы барлық мәліметтер Үржар аудандық әскери комиссариатында, Қаратал орта мектебінің және Семей қаласындағы Жас ұлан ерлер лицейінің мұражайында сақталған. Аудандық газеттер мен ертіс өңірінде арнайы материалдар жарияланған. Қан майданының куәсі, ардагер атамыз соғыс жайлы сөз болғанда бізге батылдық пен ерлікті үлгі ететін. Бейбіт күннің қадірін біліңдер. Еш уақытта соғыс болмасын, ана баласынан, бала әкесінен айырылмасын, аспанымыз ашық болсын дейтін. Өмірінің соңына дейін Үржар ауданындағы Красный партизан колхозында пошташы, кейіннен мал шаруашылығында жұмыс атқарып, 8 баласын тәрбиелеп өсірді. 18 немересі, 28 шөбересі, жауынгердің ұрпағы екенімізді мақтан етеміз. Жыл сайын өлімді жеңген полк акциясына қатысып, барлық жауынгерлерге, ардагерлерге тағзым жасаймыз. Ерлік істі өлшенбейтін еселі, жас пен кәрі мақтан етіп өседі. Бейбіт күннің иелері бүгінгі, ұрпағымыз батырлардың кешегі. Ашық аспан адамзаттың тілегі, жыламасын аналардың жүрегі. Еш уақытта ұмытылмас ештеңе, ер есімі ел есінде үнемі.